Не болды маған? Неме кішірек қалғам, неме дәуіп кеткейсіңдер? Мә, керек болса Капитан Америка не дәуіп кеткейсіңдер? Эй, родной Франклин, сен өз түріңе қарасас, сен деген енді кішкентайсың, сенің жасың бірде, сен бұрынғыдай 30 жаста емессің. Қалайсың да? Мә, маған не болды? Мен немене кішкентай болғам, немене мен тағы да түріме не болып кеткен? Менің маған көмектес Супермен обратно Франклин болуға, а? Родной мой дорогой, сен обратно Франклин боласың, бірақ саған 100 жыл Франклиннің өмірін сүру керек. Сен давай 100 жыл Франклиннің өмірін сүр. Енді мен и так Франклинмін ғой, мен сонда 100 жыл Франклиннің өмірін сүруім керек па? Мен кішкентай өмір сүргім келмейді. Мен қашан толам 30 жасқа, қашан мен бұрынғы қалпыма келемін? Сен де бұрынғы қалпыңа келесің, родной Франклин, уайымдама. Бірақ деген сосын сен деген одан кейін тағы 100 жасқа толатын боласың. Тірі қаласың ба, білмеймін. Мен қалай тірі қалам? 100 жыл өмір сүру деген оңай емес қой. Жарайды, тогда мен қайдан бастайын, соны түсіндірші маған. Кім еді? Супермен, маған түсіндірші соны, пожалуйста. Түсіндірші маған, Супермен. Ну, кішкентай, мен саған айтайын, кішкентай Франклин. Сен деген осылай өмір сүру үшін бірінші өзіңнің үйіңе барып, сен тәтеңді тап. Тәтеңе айт сенің Франклин екеніңді. Маған кім сенеді? Мен Франклин екеніме ешкім сенбейді. Жарайды, осы жерде тұрыңдар. Мен деген қазір келем. Кеттім, барып деген, мен деген. Ойбай, мен түсірсендерші, чошып кеттім ғой құрсын. Мен түсірсендерші, мына жерде мен құлайтын болсам болды, өлем ғой құрсын, өліп кетпей құрсын, баламыз жоқ да. Ну, гүлбан, поверить не могу. Давай, мен түсірші, Супермен, пожалуйста. Вроде келдім да, осы ғой, менің үйім осы еді ғой да. Мен осы жерде тұрып жаттым, менің үйім осы, бірақ мен машинам қайдан, ашылама маған. Даже мынау ашылмайды ғой. Әпке, қайдасың әпке? Мен осы жерде әпкеммен тұрып жатып ғой, әпкешка. Қайдасың? Мынау деген, ескі ғой, слишком мен осы үйде тұрдым ғой, мен көп құрсын. Қайдан өтем, былай өтіп кетейік. Маған Франклинмін ғой, мен деген 100 жыл Франклиннің өмірін сүретін боламын. Менде ешқандай оружие жоқ. Қазір әпкешкам тауып алайын. Әпкешкам тауып алатын болсам, ашыла ма есік? Ашылмайды ғой есік. Сіздіңдер ме? Біздің Франклин деген жоғалып кетті ғой. Әпкестердің соны іздеп полицияға кеткенше. Франклин немене дейді, жоғалып кетті дейді ғой. Ол да енді біресе жоғалып, біресе бар болып жүреді екен осы. Әпкесін аямай ма? Айтпа дейм, сол әпкесін аямайды бар ғой. Аямайды. Сонда қалай аямайды? Мен қалай әпкемді аямаймын? Не, мынаған қатырып екеуің ғой. Полицияға кет қапты ғой, мен іздеп. Жарайды, біз деген қазір мына жерден біреудің көлігін аламыз да. Менде права бар ғой, бірақ менің кішкентайым ғой, полиция ұстап алса. Жарайды. Біз деген полиция бөлімшесіне машинамен баратын боламыз. Менің машинамды әпкешка айдап кеткен шығар. Оға шейін деген, мен деген 30 жасқа толсам екен, өйткенше әпкешкадан ұят бар ғой, кәдімгі. Давай, есікті білдіртпей, ешкім білдіртпейсің. На керек болса ақырында отырып аламыз. Ешкімге білдіртпейміз. Тихо. Давай. Қазір аяғым жетпеді ғой, не торымызға аяқ жетпейді. Жарайды, мен полицейский бөлімше мына жақта. Біз деген осы жақтан қазір полицейский бөлімшеге баратын боламыз. Ойбай, безай, жолдан тұрыңдар. Менің қолдарыма не болды? Мен қолдарым жаны өшіп жатыр, мен қолдарыма не болды? Керек болсы да. Тоқта. Мен деген обратно Франклинге айланыппын ғой. Жақсы болды ғой, мен деген обратно Франклинге айландым. Мен сенде 30 жыл кішкентайдың өмірін сүрдім да, енді обратно Франклинге айналдым, бірақ мен немене робот сияқтымын, неге мен қолым жаным өшіп тұр. Жарайды, мен әпкеге бармай қояйын, мен деген кеттім, ана супергеройларға барайын, соларға айтайын, мен деген уже 30 жасқа толғанымды. Мен егер 30 жасқа толғанымды олар көретін болса, олар білетін болса, олар мені обратно айландыратын болады өзіме. Себебі мен қараңдаршы, қазір робот сияқтымын бар ғой. Франклин, родной, уайымдамаш, не болса да о болсын бар ғой. Сен деген қазір роботсың, сен деген голограмманың өмірін сүріп атсың. Сен деген нағыз Франклин емессің, саған 100 жыл өмір сүру керек. Уайымдама, біз саған көмектесеміз бар ғой. Сенің көрермендерің міне мына қызыл подписать, сонымен лайк кнопкасын басатын болса, сен деген 100 жылды нормально өмір сүретін боласың. Сондықтан Франклин, родной мой дорогой, уайымдама, сен деген барып бірінші әйеліңді тап. Себебі
өткен өміріңде сенде әйел болған, мына өмірде де болу керек. Сондықтан бар, сен қыздармен таныс. Мұрат абілләй, соған қарандар, мен робот екеніме сенбей тұрсаңдар, басымда міне мынандай темір, қолымда міне мынандай темір. Жарайды, мен қыздармен танысамын, сөйтіп 100 жыл өмір сүремін, сосын мені обратно қалпыма келтіресіңдер, иә? Сен неме сөйлемей тұрсың, Капитан Америка? Родной, тамағым ауырып тұр. Ой, тамағың ауырып тұрса жарайды. Мен түсіріп жіберіңдерші, мына жерден құлайтын болсам, мен кәдімгідей аляка каджи боламын ғой, сондықтан Супермен мені түсіріп жіберші. Мен кеттім, қыздармен танысам. Джонни Родной, рахмет көлігіңе. Мен енді қыздарды қалай сындырам? Менде мынандай тақырбас түріменше қыздарды сындыру кішкене ұзақ уақыт кетеді. Ал машинам болатын болса, мен смело тез уақыттың арасында сындыра салатын боламын. Міне деген біз Джоннидің Мустангын алдық, себебі деген қараңдар қалай дрифт етеді. Керек болса, мен деген айтпақшы, робот екем ғой, мен деген дрифт ете алмайды екем ғой. Жарайды, біз деген Джоннидің машинасын бері саламыз ғой, потом обратно. Енді мына машина қыздар сынама десеңдерші. Не терезесі жоқ, алдында не жанында терезесі жоқ. Мынаған қыздар сынбайтын болса, ұят қой, қыздар. Керек болса, қарындас, бірдеңе оқы алды ма сізге? Қарындас, ештеңе оқыған жоқ па сізге? Түріңізді көріп ойшы, нормально ма түріңіз? Түріңізді көріп ойын, нормально ма? Тоқташы. Нормально сияқты, қарындас, ештеңе болған жоқ па? Жоқ, ештеңе болған жоқ, көзіңізге қарасаңызшы. Қандай машина айдайсыз, а? Ойбай, қазір сізді фотоға түсіріп алайын. Полицияға берем, ұқтыңыз ба? Қарындас, танысайық та. Может, бұл несі тағдыр шығар? Қарындас, танысайық та. Қойшы бар, ана жаққа, шы. Кетші бар өзің, тупойский подкаттарыңды подкатывать етпей. Дейм, мына, болды, біз деген қыз тапқан сияқтыңыз, походу делады да. Біз деген енді мына қызы свиданияға шақырайық, аха. Сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайды. Ой, сенде просто ақша жоқ. Міне деген, мен деген осы әдемі қызды шақырдым. Атыңыз кім болады? Менің атым Изабелла. Өзіңізде кәдімгідей қайтпайды екенсіз бар ғой. Мен бармайым дедім ғой. Мен жаңағыны барам дейді ғой, осы қыздар түсінбеймін бар ғой. Изабелла, тоқташы, жүрші, мен деген 100 жыл деген Франклиннің өмірін сүріп жүрмші. Маған деген обратно нету керек, қыздармен танысу керек. Изабелла десең. Жарайды, мен сізбен баратын боламын свиданияға шы. Мен сізбен барамын бар ғой, Франклинші, бірақ бір условиямен. Дейсің ғой да, жаңағыны кетіп бара жатыр, қайтадан өзгелді ғой. Қандай условия айтыңызшы маған? Сіз де менің өтірік жігітім болған сияқты боласыз. Себебі жеген мамам маған всегда айтады, үйлен уже, жасың келді дейді. Типа бар, мамаңды алдаймыз ба құрсын? Анау ұят қой, жарайды, кеттік, жүр, Изабелла. Менің әдемі мустангыма отырайық. Мен сені қазір өзімнің супергерой достарымен таныстырам, яғни халықпен, кім еді, Суперменмен бәрімен таныстыратын боламын. Вот, біз деген олар айтқандай қыз таптық. Енді деген 100 жасқа толуымыз керек. Давай, Изабелла. Немене жүгіресіз? Адам құсап жақсы келуге болатын еді ғой, Франклин. Ой, болды, уайымдамаңыз, айтып тұрмын ғой, сендерге сынбайтын қыз жоқ, сындырама. Ой, сенде просто ақша жоқ деп ше. Кеттік, мына жаққа барамыз да, біз деген қазір супергеройларға барамыз. Франклин, сен қалай қызды таба салдың, бізге деген қыз табу деген проблема ғой, шіркін бар ғой. Сен бардың да 5 секундда қызды алып келдің ғой, сен походу обратно өз қалпыңа түсесің. Қойыңдар жігіттер, бол деген Изабелла сендер үшін келді, яғни деген вот мен сендердің айтқандарыңды орындап жүрмін ғой. Сонда қалай олардың айтқанын орындап жүрсіз? Да, просто мен деген Франклин болғанда, мен шын өмірде Франклинменше бұрынғы қалпыма келіп есіме түсіретін болсам, мен сізді тауып аламын, мен қазір роботпын. Ой, мен сізді ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Жарайды бар ғой, сен енді 30 жастасың, саған өзі 100 жасқа толатын уақыт келді. Давай, айлан. Сіз не, тек картик беттіңіз на ровном месте, а? Енді өкпеме айттым ғой, темекін қою керек деп. Жаман нәрсе ол деген чекпеңдер ешкешін. Мен түрім не өкіп кеткен? Түрімді қарандар, мен чалып кеттім ғой, мұрт өсіп кеткен ғой. Мен неменеге керек болса, мен енді 100 жасқа толдым, мен деген Франклиннің өмірін сүріп атырмыншы, енді не істеймін, бұрынғы қалпыма қалай келем? Енді, к сожалению, Франклин, сен бұрынғы қалпыңа келушін бар ғой, мына сенің көрермендерің бар ғой, мына лайк кнопкасымен қызыл подписаться деген кнопканы басу керек. Сонда көрерменде лайк баспайтын болса, мен сонда не бұрынғы қалпымда қалам ба осылай чал болып 100 жастағы?
көрермендер, мен сендерден бар ғой жалынып тұрып сұраймын бар ғой. Егер мені жақсы көрсеңдер, тез бар ғой лайк басып бар ғой, менің арнама тіркеліп кетіңдер. Сендермен бірге болған мен Аматик, менің жанымдағы супергеройлар. Мен сендердің арқаларында бұрынғы Франклинге айланамын. Ал енді, чау, бамбалио.